Тойда Мұса мен Мөлдір қосылды. Ақбота мен Шерханның тойы Қосылайық студиясында дүркіреп өтті. Тойға қонақ ретінде тас дәуірінен бері келе жатқан қатысушылар шақырылды. Қонақтардың арасына Мұсаның кезіндегі 2 маусым қатысушысы Ұлбосынның ескі досы Мөлдір келді. Мұсаның көзі Мөлдірге түсті. Мұса Мөлдірді студияға биге шақырды. Мұса мен Мөлдір бірге биледі. Мұса Мөлдірдің жанынан шықпай тоқтаусыз биледі. Мұса Мөлдірдің шашынан сипап, иіскеп құмар көзімен қарады. Мөлдір де Мұсаға қарап, Мұсадан көзін алмай бірге биледі. Осы жайттан кейін Айнұр Мұсаны Мөлдірден қатты қызғанып көзіне жас алды. Ол Мұсаның соңынан қалмай ерді. Мұсаны Мөлдірден қызғанған жалғыз Айнұр емес. Еңлікте Мұсаны қызғанып, Мөлдірге қатты ашулана қарады. Мөлдір қызымыз Мұсамен биін жалғастырды. Естеріңізге сала кетейік. Мұса мен Мөлдір ұзақ жылдар дос болып келеді. Мұса Ұлбосынмен бірнеше жыл шығармашылық дуэт ретінде Мұса Ұлбосын дуэт жобасы бар. Бұл жоба арқылы Мұса Ұлбосын тойларға, тіпті ауқымды концерттік бағдарламаларға да қатысады. Бірақ кейбір желі қолданушылары бұл жобаны дұрыс түсінбей, Мұса мен Ұлбосынды қосады. Ұлбосын осыдан 3 жыл бұрын Мұсаға сезімін білдірген болатын. Бірақ олардың махаббат тарихы алысқа бармады. Сонда Ұлбосын сұхбатында Мұса менің інім, онымен романтикалық қатынаста емеспін деген болатын.